құрметті оқушылар, бүгін мен сіздермен ерекше бір сабақ өткім келіп тұр. Сабағымызды ерекше бір тапсырмалармен бастағалы отырмыз. Қазір мен сіздерден өтінемін, бірінші сабағымызды галерея деген екен білеміз, не ол галерея? Суреттер. Суреттер көрмесі деп айтуымызға болады. Енді біз бүгінгі сабағымызда суреттер көрмесі емес, біз тұжырымдамалар көрмесіне, яғни тұжырымдамалар галереясына саяхат жасайық. Қазір барлығымыз тұрып, ақырында қолдарын алдарыңызда тексеру парағы тұр, парақтарыңызды алыңыздар, әрқайсыңыз ақырын тұрып, мынау галереяны бірінші мынау оң жақтан бастап аралап шығайық кішкене. Бастайық. Бұл жерде тарихи мәліметтер тұр. Дұрыс мәлімет те бар және қате мәлімет те бар. Соның дұрысы қайсысы, қатесі қайсысы? Плюс, минуспен белгілейсіздер. Сәттілік. Мына жақта да біздің тарихи мәліметтеріміз тұр. Аралап шығайық барлығын. Тездетейік бала. Мына жақта да біздің сұрақтарымызды айналып шығамыз. Саяхатымызды аяқтаған оқушылар бар екен. Жақсы. Орындарыңызға отыра қойыңыздар, аяқтап болсаңыздар. Аяқтап болсаңыздар, енді қолдарыңыздағы тексеріс парағын есептеп, қайсы неше дұрыс, неше қате бар, экранға қараңыздар, тексеріп шығайық. Тексеріп шығамыз. Тексере қойыңыздар. Болдыңыздар ма? Ал енді болсаңыздар, сұрақтағы қай сұрақ қате? Нешінші сұрақ қате? 10 сұрақ қате. 15-ші сұрақ қате, 10 мен 11. Онда бер қараңыздар. Сіз жоқ, мына жерде төлқын ет шықтыңыздар ғой, айта қойшы кім? Кім айтады маған? Үшінші сұрақ, Ақорданың орталығы Сығанақ. Ақорданың орталығы Сояп қаласы деп тұр, мына жерде. Қандай қала? Сығанақ қаласы. Келесі, Ақорданың 14-ші ғасырдың ортасы мен 16-ші ғасырдың басында өмір сүрген мемлекет ноғай ордасы деп тұрмыз. Негізгі жауабы Моғолстан. Келесі, 1456-57 жылдары Әбілқайыр қыпшақтардан жеңіліп, Дешті Қыпшаққа кетуге мәжбүр болды дейді. Дұрыс жауабы? Кімдерден? Ойраттардан дұрыс айтасыз. Қыпшақтардан емес, ойраттардан. Жақсы. Келесі, Қазақ хандығын құрған Керей мен Жәнібек хандар тікелей ұрпағы болған Ақ Орда билеушілері Әбілқайыр мен Тоқтамыс деген мына жерде мәлімет. Дұрыс па, қате ме? Қате. Дұрысы? Барақ пен Ұрыс хандар. Тамаша. Есім хан ескі жол заңдар жинағын шығарған Қасым хан делініп тұр. Дұрыс
Есімхан, тамаша. Қазақтың атақты би Жалаңтөс Батырдың ұрпағы қаз дауысты Қазбек би деп тұр ма деді мәліметте. Сіздерде? Әйтеке би. Жақсы. 1603-1624 жылдары Қазақ-Жоңғар соғысы болды да. Тура жауабы? Дұрыс жауабы? Қандай соғыс? Қандай? Қазақ-Бұхар соғысы. Қазақ-Бұхар соғысы. Енді қараңыздар, топқа бөлінейік. 1 мен 5 бал алған балалар бірінші топқа отырсын. Яғни хандар тобына ма? Бірінші топ. 6 мен 7 бал алған екінші топқа, 8 мен 11 бал алған үшінші топ, 12 мен 15 бал алған төртінші топқа. Тез топқа бөліне қойыңыздар. Тез бөліне қойыңыздар. Алған балдардың бойынша топқа отыра қойыңыздар. Уақытты жібермейді. Сол, 6 жерін отыра беріңіз. Бірінде бір міндей артаққа деп басқаша беріңіз. Сендеки. Ана отыра бер артқа. Жақсы. Міне біз галереяға саяхат жасау арқылы топқа бөліндік. Бер қараңыздар енді. Бер қараңыздар. Сіздерге тірек сөздер бердік. Мемлекеттілік, этно-әлеуметтік, жүз, билік институты, хан, сұлтан, билер, батырлар. Осы тірек сөздерді байланыстырып, бір белгілі бір сөйлем құраңыздар. Қандай біз белгілі бір тақырып шығаруға болады осы жерде? Қалай ойлайсыз? Қазақ хандығы. Тағы да? Қазақ хандығының саяси, әлеуметтік немесе мемлекеттік институттар. Олай болса біздің бүгінгі жаңа сабағымыз тақырыбы Қазақ хандығы мемлекеттің саяси институттары деген тақырып. Ал құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызда сіздер не күтіп қалай болады деп ойлайсыздар сіздер бүгінгі сабақта? Бұрынғы билік пен қазіргі биліктің салыстырмалы, иә, салыстыру. Жақсы. Тағы да қандай не күтесіз бүгінгі сабақтан сіздер? Біз? Иә. Осы сабақтан біз жаңа білім алғымыз келеді. Білім алғымыз келеді дейді тағы да. Сіздерде не күтесіз бүгінгі сабақтан? Бүгінгі сабақтың бір ерекшелігі сізге әсер ететіндей не күтіп отырсыз бүгінгі сабақтан сіз? Жаңа ақпараттар аламыз дейді тағы да. Қызық деректер аламыз дейді тағы да. Қазақ хандығының басқару жүйесін. Дұрыс айтасыздар. Қазақ хандығының басқару жүйесін зерттейміз, анықтаймыз. Оны жаңа Диас айтып кеткендей салыстырамыз қазіргі өмірмен. Тамаша. Бүгінгі сабақтың сонда біздің мақсатымыз мемлекет құрылысындағы сабақтастықты анықтай отырып, сабақтастық деп отырғанымыз Қазақ хандығының саяси басқару жүйесі мен қазіргі Қазақстан Республикасының саяси басқару жүйесін байланыстыра отырып, Қазақ хандығының саяси институттарының ерекшеліктерін зерттейміз. Яғни хан дегеніміз кім, президент дегеніміз кім, немесе сұлтандар дегеніміз кімдер сияқты, батыр дегеніміз кім, міне осылардың барлығын анықтап, ерекшеліктерін анықтаймыз. Сонда бүгінгі біздің сабағымыз мақсатын сіздер өздеріңіз қойып отырсыздар, сабақ артында бұл мақсатқа қайта ораламыз. Енді стопка операциясы бойынша экранға қараңыздар. Алдарыңызда ғылыми күнделік жатыр. Күнделікке топтың бір мүшесі мынау видеоны көре отырып, керекті мағлұматты түртіп алып отырыңыздар. Ол сіздерге алда қажет болады. Видеоны жай көріп отырмаймыз. Керек мағлұматты ғылыми күнделікке түртіп аласыздар. Сәттілік. Видеоға назар аударыңыздар. Дәстүрлі қазақ қоғамы ақсүйектер және қарасүйектер деп екіге бөлінді. Ақсүйектерге Шыңғыс ханнан тараған ұрпақтар төрелер жатты. Төрелерден хандар мен сұлтандар тарады. Жасақ заңы Шыңғыс ұрпақтарының билігін мәңгілік ету және олардың артықшылығын сақтауды негізге алды. Хан қазақ қоғамындағы мемлекет басшысы. Қазақ хандары Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошыдан тарайды. Хан мемлекеттік, әскери және азаматтық билікті иеленді. Ол мемлекетті басқарумен бірге әскердің бас қолбасшысы саналды. Сұлтандар ханнан кейінгі билікті иеленушілер, ұлыс басшылары. Сұлтандар ханның тірегі саналып, үлкен құрметке ие болды. Олардың арасынан хан сайланды. Сұлтандар жергілікті әкімшілік билікті атқарды. Сондай-ақ олар әскери биліктің де, сот билігінің де тізгінін ұстады. Қожалар ақсүйектердің екінші тобын құрады.
Оларды асыл сүйектер деп те атады. Қожалар ислам дінін алғашқы таратушылардың ұрпақтары саналады. Қожалар ислам дінін насихаттаумен діни оқу-ағарту ісімен айналысты. Билер қазақ қоғамында ерекше рөл атқарған әлеуметтік топ. Олар қоғамдағы аса маңызды лауазым иесі, белгілі әкімшілік аумақтық биліктің басшылары. Билер жан-жақты қызмет атқарған. Біріншіден, ол артына сай билік құрушы, әкімшілік құқығы бар лауазым иесі. Бұл тұрғыда билер белгілі бір өңірді билеуші тұлға. Екіншіден, билер соғыс жағдайында әскер басы, дипломатиялық, елшілік қызметтерде атқарды. Билер шешендік өнерімен, ақыл парасатымен ерекшеленген. Үшіншіден, билер даладағы сот ісін жүргізуші. Олар әдет-ғұрып құқығының ғана емес, шариғаттың да білгірлері. Көшпелілер тарихында қазақтар кез келген жағдайда сыртқы жауға тойтарыс беріп. Міне балалар, қарап отырсаңыздар, қазақ хандығындағы мемлекеттік институттарға нелер жатады екен? Хандар, сұлтандар, қожалар және билер жатады. Билер және батырлар жатады екен. Міне жаңа сіздер видеодан көргендей, жалпы қазақ мемлекетінің әкімшілік басқару жүйесіндегі хандардың рөлі қандай, билердің рөлі қандай, батырлардың рөлі қандай. Сол туралы сіздер жаңа шамалы болса да видеоролик көрдіңіздер, керекті мәліметтерді сіздер өздеріңіз жазыңыздар. Енді шамалы кітаптағы мәтінді пайдалана отырып, мен сіздерге бірінші тапсырма бергім келіп тұр. Бұл постер құру. Постер құрғанда мен сіздерге тақырыптарыңызды берем. Тақырыптар бойынша постер құрасыздар. Алдарыңызда қағаз жатыр, маркерлер жатыр. Маркермен қағаздармен ақылдасып, топпен жұмыс жасап, постерді құрып, топтың екі оқушысы тақтаға шығып, торғап, бүгінгі бірінші тапсырмамызды орындаймыз. Сәттілік, қазір тапсырмайды. Сіздерге қан және оның міндеттері бірінші топ. Сіздерге қандардың оның міндеттері туралы. Екінші топқа сұлтандардың басқарудағы орны, керек көздерді әдіс арқылы сұлтандар кімдер, мәтінді пайдаланасыздар, постер құрасыздар, қорғайсыздар. Үшінші топ билер мен батырлар билігі. Билік күштігі сіздерде. Білеміздер билік күшті қандай екен? Хан, би, халық. Міне соны. Билер мен батырлар несі сіздерде? Билік. Би дегеніміз кім, батыр дегеніміз кім, оның қандай құқықтары бар. Ал сәттілік 5 минут уақыт постер құруға, мәтінді пайдаланыңыздар, оқулықты ашыңыздар. Сіздер әр түрінен пайдаланып, өзіңіздің фантазияңызды бересіз. Постер қандай дейді? Сіздерде билік күшті. Неге халық кетсін? Әрбір тармақшаға анықтамайды.
Кәне ойымыз жинақтайық. Ойымыз жинақтайық. Кәне тапсырманы орындадық. Берілген уақыт аяқталды. Кәне зейінімізді бері қаратайық. Олықпы. Ал енді кім қорғауға шығады бірінші? Кім шыққысы келеді? Қай топ шыққысы келеді? Бірінші топ па? Бірінші топ қол көтеріп қойды. Келіңіздер. Сіздердің тақырыптарыңыз? Бізде хан туралы. Гармоньды ұстап қойды. Алтындаймыз. Біздің тақырып хандар туралы, яғни бірінші өзіміз бастайындағыз. Қазақ хандығының басыңғы буынында хандар тұрғандықтан. Хандар бұл сұлтандар арасында биленетін тұлға, яғни олар Қазақ хандығының ғасырларында олар Шыңғыс хан ұрпақтары болып есептелген. Және де оның міндеттеріне, және де құқықтарын қарастырдық тобымызбен. Ол ең біріншінде қазақ қоғамның басшысы болып саналады. Яғни оның міндеттеріне елді басқару, елді сыртқы жаулардан қорғау, және де кейбір келіссөздер жүргізу. Яғни ханның басты міндеті бұл билікті жүргізу болды. Ал құқықтарына соғыс жариялау және де билік жасау саналды және де Бітім жасау, е? Соғыс жариялау және бітім жасау құқық жатады екен. хандар мен бұйрықтар шығару және де шетелдік мемлекеттерден келіссөздер жүргізу. Шетелдік мемлекеттермен келіссөздер, яғни дипломатиялық қарым-қатынас жасау. Жақсы. Жақсы. Қазір оны бәрін бағалаймыз. Тыңдап отырмыз барлығымыз, е? Бірінші топтың жауабын ұялы телефондарыңызды алыңыздар. Бірінші топтың жауабын QR-мен белгілейсіздер, балдық жүйемен. Кәне? Бағалап тастайық, кәне тез арада. Бірінші топ өздерісте 2, 3, 4-тер бағалайды. Бірді. Ал. Бағалады ба? Болып па? Ал бер қарайық. Жауапқа. Қаншалықты? Бірінші топты қалай бағалап шыққан екен? Бірінші топ пайызға шаққанда 60. Жақсы деген жауап, е? 29. Өте жақсы деген. 29, 20. Рахмет сіздерге. Кеттік, келесі. Сіздер. Үшінші топ. Батырлар тобы қорғауға постыды қорғайын деп жатыр. Астына қарайын, үстіне қарап қойып өсі. Біздің тақырып билер мен батырлардың билігі. Осыларға ақпарат беру керек тұғымыз. Билер бірнеше тармақтан тұрады. Ол дәстүрлі қазақ қоғамының саяси әлеуметтік жүйесіндегі демократиялық іс билігін атқарады. Және де батыр туралы Бауыржан айтайын. Батырлар қоғамда аса маңызды лауазым иесі беделді адам. Үкім шешім шығарушы, батыр әскери өнерді жақсы меңгерген, жау сүйер ерлігімен аты шыққан қаһарман адамға берілетін құрметті лауазым. Және де батырларға батыр лауазымы жай мирасқорлықпен берілмейді. Оларға әр адам өзінің ерлігімен сол батырлыққа ие болады. Және де билер өзінің 4 тармақтан тұрады. Билік етуші, иелік етуші, сот шешімі, батагөй шешім беруші, және де демократиялық дипломаттық жолмен үкім шығарушы. Және де билер сол қазақ уақытында өзінің жеке орын алған болатын. Өйткені дау үкімін және сондай сот сияқтыларды билер шешетін тұғын. Жақсы, маңдай сұраққа жауап бере қойыңыздар. Тура биде туған жоқ дейді. Осы сөз мағынасын қалай түсінесіздер? Тура биде туған жоқ дейді. Не айтсам ол? Айтамын.
тура биде туған жоқ дейтін, яғни бір мен мысалға би болсам, мен өз туыстарым, яғни менде туыс бір келісім болып қалса, мысалға туысымды мен жақтай алмаймын. Барлығын заң бойынша түсінемін. Яғни әділ биде туған болмайды. Ол тек қана әділ шешіммен жауап береді. Билер әділдікті жақтайды. Билер дау-дамайларды әділ шешу қажет. Сондықтан да қазақ халқында тура биде туған жоқ дейді. Тамаша, рахмет. Отыра қойыңыздар. Ал енді үшінші топты біз бағалап жүрейік. 1, 2, 4 топ. Yol telefonlarınızı açtınızlar. Tez bağlanıp vereyim. Hoppa. Bu üçüncü top ya. Üçüncü top. Üçüncü top yürü bal aldım. Жақсы. Тамаша. Әрме қарай. 4-ші топ қорғақ алдым. Бізге түскен тақырып билік үштігі, яғни билік үштігі бізге хан, билер, сұлтан, халыққа бөлінеді. Хан қысқаша айта келе, қысқадан нұсқа, хан бізде лауазым және де мемлекет басшысы. Билерді айта келе, билер бұл бізде өз ақыл парасатымен және де шешендік өнерімен ерекшеленген. Халық ханды өздері тағаланған және де егер халық хан ұнамаған жағдайда олар көш кеткен. Сөйтіп ежелгі қазақ хандығында бізде демократия болған. Үштік, е? Иә, үштік. Бұл жерде, мысалы, халықтың билігі, халықтың беделі қалай болып тұр? Халықтың беделі, олар ханға бүкіл жағдайын жасап береді. Өйткені олар өздері хан тағында, егер хан ойларға ұнамай тұрған жағдайда олар көшіп кетеді. Асылып білдіргені, ақырын ғана олар ханға ештеңе деместен көшіп кетеді. Халықтың көшіп кетуі, халықсыз хан бола ала ма? Болмайды. Сондықтан да халық өзінің жаңағы ханға деген несі құрметі болмаса, ол өздері көшіп кету арқылы білдірген. Міне біздің қазақ қоғамы қандай демократиялық мемлекет болған, осы елде көрдік. Рахмет, отыра қойыңыздар. Кәне, 4-ші топты бағалап жүрейік. 1, 2, 3 топ, 4-ші топқа бағалап жүрейік. Ял телефонды ашып. Болдық па? Болдық, е? Ал, көрейік. 4-ші. Төртінші топтың жауабы 47%. Жақсы, жақсы. Соңғы тобымыз екінші топ. Сұлтандар келе жатыр. Сұлтандар тобына зейін қойып тыңдайық. Айта кетсек, сұлтандар ол ханның тікелей ұрпағы. Егер хан қайтыс болса, немесе тағы бір жағдайлар болса, ол сұлтандар хан болып сайланатын. Хандардың негізі, сұлтандар Шыңғыс ханның тікелей ұрпағы болады. Сосын айта кетсек, олар хандармен бірге ақылдасып, территориялық жағдайларды, сот істерін жүргізеді. Және олар ұлыстарды басқаруға, сұлтандарға аумаққа етілген, және де олар мемлекеттік істерге қатысты, олар хандардың тірегі болып саналады. Жақсы, жақсы. Яғни мұғалім әр сұлтанға бір ұлыс берген, сұлтан сол ұлыстарды басқарған. Қазіргі таңда қарасақ, сұлтан деген әкіммен салыстыруға келеді. Мысалға әкімге бір ұлыс, яғни бір қала беріледі, ол соны солай басқарады. Мен солай ойлаймын. Қазіргі таңда. Екінші топ көмектесіп жатыр, спикерлеріне жақсы, тамаша. Отыра қойыңыздар. Ал екінші топты 1, 3, 4 топ бағалап жіберейік десін. Болды па? Ал қарай. Екінші топ бізде. Қаз жетіде 4%. Жақсы. Құрметті оқушылар, не біз бүгін жалпы хан кім,
ханның құқықтары қандай, міндеттері қандай, сұлтандар кімдер, сұлтандардың жаңағы атқаратын қызметі қандай, сұлтандар не себептен Шыңғыс хан тұқымынан тараған Шыңғыс хан тікелей ұрпақтары болып табылады, және билердің қоғамдағы рөлі қандай, олардың құқықтары қандай, батырлар қай уақытта болды, батыр деп кімді айтқан, және биліктің үш тағаны хан, би, халық. Міне осы туралы біз жалпы мәліметті оқи отырып, мәтінмен жұмыс жасай отырып, біз міне сіздер әркім өздеріңіз топпен талқылап бізге түсіндіріп бердіңіздер. Енді бүгінгі сабағымызды қазіргі өмірмен байланыстыру мақсатында мен сіздерге мынандай тапсырма бергім келіп тұр. Сол қазақ қоғамындағы, қазақ хандығындағы билікті, қазіргі біздің тәуелсіз мемлекетіміз Қазақстан Республикасындағы билікпен салыстырмалы түрде ұқсастықтар мен айырмашылықтарын айтып түсіндіріп береді деген ойдамын. Мен сіздерге қазір алдарыңызға қағаз таратамын. Осы қағазбен әр топ жаңағы айтқан сабақтарымыздың бәрін қазіргі өмірмен байланыстырасыздар. Хан мен президентті қандай құқықтар, қандай ұқсастықтар бар. Сұлтандар басқару мен парламент депутаттарының қандай ұқсастықтары. Сіздерге билер мен судьялар, билерде отырған дау-дамайлар шешеді. Қазіргі уақытта судьялар сот ісін шешеді ғой. Және сіздерге билік күштігі тағы да түсіп тұр сіздерге. Өздеріңізге келіп тұр. Бұл билік күштігін сіздер Қазақстан Республикасының билік тармақтарымен. Біз білеміз, Қазақстан Республикасында билік үшке бөлінеді. Атқарушы билік, заң шығарушы билік және сот билігі. Міне сол үштікпен қазақ қоғамындағы үштікті салыстырмалы түрде ұқсастықтар мен айырмашылықтарын айтып нетесіздер. Ал топпен жұмыс жасаймыз. Сәттілік. 5 минут уақыт. Қазіргі қоғаммен байланыстырайық, балалар. Біздің ата-бабаларымыздың өмір сүрген кезеңдегі билікпен тәуелсіз Қазақстанның билігін салыстырып, ұқсастықтарын, айырмашылықтарын, жақсы жақтарын, жаман жақтарын айтыңыздар. Сәттілік. Бірінші топ айтты, ханның қандай құқықтар міндеттері бар, білеміз ғой, естідік. Екінші топтан үшінші топ айтты, билер туралы тыңдадыңдар. Сіздерден өздеріңіз тақырыптарыңыз өте жеңіл. Енді бар ма? Тамаша. Түсінбеген сұрақтарыңыз бар ма? Сіздерде түсінбеген сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы. Ал сәттілік. Өте құсы талқылап жатыр, жақсы.
байланыстырайық. Біз құқық негізде пәнін оқығанда білеміз мұнда биліктің, қазақ қоғамында, Қазақстан Республикасында. Қайне ойымыз жинақтайық. Берген уақытымыз болды. Қайне балалар жинақталай ойымызды. Қайт топтайын. Кім қорғағысы келеді? Қазақ қоғамы мен Қазақстан Республикасында билікті салыстыру. Ұқсастықтары, айырмашылықтары. Қайне, құрметті оқушылар бері қарайық. Үшінші топ, билер тобы қорғағалы жатыр. Тыңдайық балалар, бері қарайық кәне. Көзімізді берме қарай бұрайық. Ағалаймыз өйткені. Бізге біздің топқа хан мен президент лауазымды адамдарды салыстыруға берілген болатын. Президент ол республикалық елдердегі мемлекет басшысы. Ел ішінде және халықаралық қатынастарда мемлекет атынан өкілдік ететін ең жоғарғы лауазымды тұлға президент. Ал хан бас қолбасшы болған және де қазақ қоғамының жоғарғы мемлекет басшысы және де ол жерде келіссөздер жүргізген. Ханның сатынан немесе анық тапсырмалар мен сұлтандар, батырлар, билер алыс жақын шет елдерге шығарылатын. Және де хандық билік әкеден балаға мұра болып жалғасатын. Оның қоза өтейін. Және де бұрынғы уақыттарда хандардың, сұлтандар, билер және де батырлар басқа да елдермен одақтасу үшін немесе тағы да мысалы шайқас болатын кезде одақтасу үшін сол елшілік етуге сұлтандарды, билерді, батырлар жіберетін болған. Және де егер хан қаншалықты мықты болса, соншалықты халқы да мықты болады, берік болады. Хан мен халықтың қарым-қатынасы берік болу керек. Өйткені берік болмаса қарым-қатынастар нашар жағдайда болса, жағдайлар өте нашар болып, сонда халық ханға білдіртпей көшіп қонып кете беретін болған. Қазіргі президенттік басқаруда қалай? Қосуға болған президенттік басқаруда қазіргі кезде халық сайлайды және жасырын түрде. Ал хандарды ашық түрде сайлаған болатын. Сайлау болады burada. Президенттік сайлау өтті, мысалы. Халық өзінің таңдауын жасады. Осы биыл ғана болды, мысалы. 2022 20 қаңтарда президенттік сайлау өтті, мысалы, біз Қазақстанда. Сонда президент пен ханның ұқсастықтары қандай сонда? Бір түйін сөзбен айтсам. Екеуі де кімге жауап береді? Екеуі де халыққа жауап береді. Халыққа жауап береді. Елге жауап береді. Биліктің қайнар көзі халық. Президентке қоса кетсем, және президент конституциялық заңға бағынады. Және де сол. Жақсы, рахмет. Тамаша. Бағалайық, тез. Бағалап жүрейік. Бірінші, екінші, төртінші топ. Үшінші топты бағалайық тез арада. Tez arada bağlanıyor. Zaten çıkılacak gerek. Olsanızda екінші топ бізде билер мен судьяларды салыстыру. Қазіргі қоғам мен қазақ қоғамын ал. Қазіргі билер мен судьялардың айырмашылығы. Мен сіздер айтамын, сол жаққа көрсеткен де жоқ. Сот билігіне ие болған басшылар және қазақтардың дау-дамайларын шешкен. Және де қазақ хандар мен билердің көмегіне жүгінген. Яғни қазіргі судьялар мен билерді салыстырса, кезінде әрбір дау-дамайда билер ханмен бірге кеңесіп отырған. Ал қазіргі таңда судьялар олар жаңа заңдармен, мысалға президент жаңа заң береді, сол заң арқылы өздері әділ түрде шешіп отырған. Судьялар мен билердің ұқсастығы неде?
екеуі де әділ түрде жасалған қылмыс немесе жасаған белгілі бір жағдайға екеуі де бірдей шығарады, жаза тағайын. Тамаша, отыра қойыңыздар, уақыт жоқ. Кеттік, тез. Тәлім. Бірінші топ жастар ма? Тез арада бағалауды жасап жіберіңіздер. Оны бағалауды көреміз. Кеттік, бірінші топ. Әлде төрт. Сұлтандардың басқаруындағы орны мен парламент депутаттарының ұқсастығын айырмашылығын айтып бер дейді қазіргі қоғам. Ал қандай? Көне қоғам сұлтан басқаруы бөлініп берілген ұлыстарды басқарған. Және саяси құқығы билікті мұрагерлікке алуға болатын. Құрылтайға келіп мемлекеттік істерге қатысып хан өмірге кешеді. Және заң қабылдап ұлы жасамы және қазақтың құқықтық жинақтарын парламент депутаттары мемлекеттік биліктің ең жоғары өкілдердің органы. Және де өкілдік сайлау заң органы, ықпалы саяси күш, заң қабылдайды, конституция өзгере алады. Және де сұлтандар ханға табынды, ал парламент депутаттары біздің қазіргі президенттері табынады. Табынбайды? Табынбайды. Бағыныш. Жақсы. Тез бағалау жерейік. Отыра қойыңыздар. Төртінші топ. Үш. Бірінші топ. Төрт қайын шығыңыздар. Билік үштігі айтып кеткендей бұл бізге хан, би жайында халық. Қазақстан Республикасының билік тармақтарына біз жатқызамыз сот билігі, атқарушы және де заң шығарушы. Заң шығарушы екі сенаттан тұрады, бұл мәжіліс және де сенат. Және де сот билігі туралы айта келе, сот билігі ешкімге бағынбайды, ол бүкіл түрде әділдік түрде шешуі қажет. Судьялар. Атқарушы заңдарға сәйкес құқық. Атқарушы үкімет. Премьер-министр, бүкіл министрліктен құрылған премьер-министр. Ал енді соны билік үштігімен қалай байланыстырамыз? Билік үштігімен байланыстырсақ, ал хан. Хан бұл бізде президент, би сот билігі, яғни халықты, халық бұл нақты халықтың қайнар, биліктің қайнар көзі халық бар, билік қайнар көз халықтан алынады. Жақсы тамыз. Ал айтамын. Мысалы, билік үшіде баяқта құрылтайларда жаңағы Шыңғысхан ұлы жасағымен және де қазақтардың өз жаңағы кодекстар және де тек қана кодекс емес, қазақтардың жинақтарымен заңдар жинаған. Заңдар және де құқықтық жинақтарымен құрылтайлар өтетін болады. Олар сұлтан, би, ақсақалдар және де әр жердің өз билеушісіне өтетін болады. Яғни ханға теңес жаңағы пікірлер айтатын. Ақсүйектер. Ал қазіргі нелерді айтатын болсақ, қазіргі құрылтайларда. Мысалы, қазірде президент жаңағы министрлер, премьер-министрлер қатысады және де парламент палатасындағы депутаттармен, және де олар жаһандық мәселелерді шешеді. Және де ол жаһандық мәселелер жабық түрде емес, ашық түрде халыққа көрсетеді. Яғни қалай шаруа болады. Жақсы, тамаша. Отыра қойыңыздар, тез бағалап берейік. Бұл төртінші топтың жауабы. Ал енді балалар, бер қараңыздар. Біз жалпы қазақ қоғамындағы мемлекеттік институттары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік институттарын салыстырмалы түрде түсіндірдік. Жан-жақты мағлұмат алдық деп ойлаймыз. Ал енді біз бастапқы сабақтың алдында сіздер мақсат қойдыңыздар. Бүгінгі сабақтан біз ерекшеліктен білеміз, зерттейміз, анықтаймыз дедіңіздер. Мақсатқа көңіл бөлейікші. Мемлекет құрылысында сабақтастықты анықтай отырып дейді, қазақ хандығының саяси институттарын ерекшеліктерін зерттеу дейді. Біз сабақтастықты таба алдық па? Қалай оны дәлелдейсіз? Сіз мақсатқа жеттік па? Бүгін сабаққа жеткен жоқпыз ба? Жеттік. Ал енді сабақтастық болды ма бізде? Болды. Яғни қазақ қоғамы мен қазір Қазақстан Республикасының билігін салыстырдық па?
Қазақ хандығының саяси институттардың ерекшеліктерін біз зерттедік пе? Зерттедік. Мысалы, хан кім? Президент. Ханның құқығын білдік пе? Міндеттерін білдік пе? Билер кім екенін түсіндік пе? Олай болса, бүгінгі біз сабақта мақсатымызға жеттік пе? Жеттік. Соңғы бүгінгі сабағымызды бағалап, бүгінгі сабақта соңғы QR кодпен бағалаңыздар. Бүгінгі сабақтан сіздер не алдыңыздар, не ұнады, соны болдық па? Сабағымыздың соңғы нүктесі, бүгінгі сабақтан сіздер қаншалықты сабақты меңгердіңіздер? Бүгінгі сабақтан белгілі бір ой алдыңыздар ма? Комментарий жазуға да болады, егер нетсе. И ауызша да айтып жүріңіздер, есіне нетсеңіздер. Бүгінгі сабақтан не алдыңыз сіз, мысалы, сіздер? Бүгінгі сабақта қорыта келсек, бұрынғы ежелгі заман мен қазіргі заманның демографиялық қоғамның билігі өте ұқсас екенін және қазақ өзіміз біз бұрыннан бері демократиялық мемлекет екенімізді дәлелдедік және көз жеткіздік. Яғни біздің бұрынғы билік институттары қазіргі билікпен ұқсас пе? Өте ұқсас. Соған көз жеткіздік. Жақсы, рахмет. Тағы да сіздер қосатыныңыз бар. Яғни Камила сыныптасын бүкілін айта кетті, бірақ жалпы қорытындылай келе біз барлығымыз түсініп отырғанымыз бүкіл жерде әділдік болу қажет. Қазақ хандығы осы қазіргі Қазақстанда да бүкіл демократия бар, демократия жалғасады. Және де біз әрі қарай өз халқымызды, өз елімізді, мемлекетімізді әрі қарай дамыту үшін бүкіл жерде әділдікпен өту керек. Және де Бауыржан Момышұлы атындағы мектеп болғандықтан, Бауыржан Момышұлы ата-бабамыз айтып кеткендей, жеріне тер төгіп халқына қан қызмет ет дегендей, Қазақстан мемлекеті әрі қарай жалғаса берсін, дамып. Сіздердің сабақтарыңыздың комментариясы, сабақ күшті мәліметтер алдым. Әр түрлі мәліметтер жазып басқа топтарға түсіндірді. Бүгін сабақта хан билет өте көп мәліметтер меңгердім. Рахмет. Сабағымыз осымен аяқталды.